Мен дүниеге келгенде әкем үйдің үлкені еді, ал мен немеренің тұңғышымын. Емшектен шыққан бойда әжем бауырына беріп жіберген екен. Сол күннен бастап мен үшін анам да әкем де ата мен әже болды. Атам мені ұл балаша өсірді. Кішкентай күнімнен атқа мінгізіп ер мінезді бол дейтін. Әжем болса шашымды өріп мені ерке қызым деп бауырына басатын. Ал әке-шешемді мен атымен атайтынмын. Оларға бұл ұнамайтын, бірақ қарсы шыға алмайды. Себебі менің әлемімде тек атам мен әжем бар еді. Бала күнімде әжемнің исі мен атамның қаталдау бірақ мейірімге толы қарасы мені қорғайтын. Сол екі адам барда мен өзімді әлемнің ең бақытты баласы сезінетінмін. 12-ге толғанда атам қайтыс болды. Қаралы үйде бәрі жылап жатты. Ал мен үнсіз ғана атамның күртешесін құшақтап отырдым. Кешке қарай үй босап жұрт тараған сәтте ғана көзімнен жас ыршып шықты. 14-ге келгенімде әжем де кетті. Сол күні менің ішімде бір дүние мүлде өшіп қалды. Әкем мен шешем мені өз қолына алды. Бірақ мен оларды бөтен көрдім. Олар мені бауырына тартқысы келсе де, менің жанымда мұз жатты. Айтқанымды істемесе шу шығаратын болдым. Өзімнен кейін екі сіңілім ақылды, сабырлы, ал мен қыңыр, тұйық, өз деген істететін қызға айналдым. Мектепке бардым, бірақ сабақ мені қызықтырмады. Әжемнің бір сөзі жиі есіме түсетін: «Қызым, оқымасаң да далада қалмайсың, қой бақсаң да адал бол, өлмейсің». Мен сол сөзді өзімше ақтап алып сабаққа салғырт қарадым. Сіңілілерім үздік оқыды, ал менің бағам үштік пен төрттік арасында. Әке-шешем ренжігенімен қатты айта алмады, бірақ мен ішімде бір бос кеңістік бар еді. Ол кеңістік атам мен әжем кеткеннен қалған із. Сол бос орында ешкім толтыра алмады. Түнде кейде жалғыз қалып жастығымды құшақтап жылайтынмын. Көңілімде сағыныш, өзіме белгісіз мұң бар еді. Мүмкін сол жалғыздық мені ерте есейткен шығар. Мектеп бітірген соң әке-шешем мені қалада оқуға түсіреміз деп шешті. Ақылы болса да бәрібір тек диплом алсын деп әкем анама. Мен оқу жайлы ойым да аз еді, бірақ қалаға бару мен үшін жаңа өмірдің есігі іспетті болатын. Жатақханада тұрғым келмеді, пәтер жалдап тұрамын, өзім білемін дедім. Ата-анам қарсыласпады. Мүмкін менің қарсылығыма әбден үйренген шығар. Олар ақша беріп, жалғыз өзім шағын бөлме жалдап жаңа өмірімді бастадым. Бәрі еркін еді. Кімге не істеп не айтатынымды ешкім қадағаламайтын. Сол күндері мен өзімді алғаш рет ересек сезіндім. Сабаққа барып жүріп бір жігітті жолықтырдым. Басында жай ғана әңгімелесіп жүрдік. Уақыт өте келе ол мен күн сайын күткен адам менің әлеміме айналып кетті. Ол жылы сөйлейтін, көздері күлімдеп тұратын. Мен оған сендім. Бір күні ол мені қасына шақырып, «Бүгін ешқайда бармайықшы, бірге болайық» деді. Жүрегім дүрсілдеп, қолым дірілдеп, неге келістім өзім де білмеймін. Кешкілік екеуміз аздап сыра іштік. Басым айналып, жүрегімде бұрын болмаған ыстық сезім пайда болды. Сол сәтте ол мені құшағына алды. Мен болсам балқып барамын. Қатты қарсы келгім келді. Бірақ ішімдегі бір әлсіз дауыс «Сені сүйеді ғой» деп сыбырлады. Сол түні мен қыздығыммен бірге өзімнің аңғал сезімімді де жоғалттым. Таңертең оянсам ол жоқ еді. Хабарлассам жауап жоқ. Күндер өтті, телефон үнсіз. Жүрегімнің түбінде мұз қатты. Көп ұзамай өзімді әлсіз сезініп дәрігерге бардым. «Жүкті болдыңыз» деген сөз мені бүкіл әлемді төңкеріп жіберді. Әке-шешеме айту өліммен тең еді, бірақ бәрібір білді. Әкем ашумен «Сол малғұнды тап, алмаса сотқа берем» деді. Ол жігіттің үйіне де барды. Айқай-шу, ұят, қорлық бәрі мен үшін, менің ақымақтығым үшін. Солай екеуміз амалсыз некелестік. Ол мені сүймейтін, мен де оны сүймедім. Тек ішімізде ұят пен қорқыныш. Оқуды сырттайға ауыстырды. Анам күн сайын маған келіп, тамақ әкеліп, жылы сөзін айтып кететін. Сол кезде ғана мен оның жүрегінің қаншалықты үлкен екенін түсіндім. Бірақ еркектің тұрақтылығы мен мейірімі бірдей болмайды екен. Күйеуім үйге қонбайтынды шығарды. Кейде ішіп келеді, кейде телефонын өшіріп, бір күн ашық айтты: «Саған бала үшін ғана үйлендім. Мен басқа қызды сүйем». Ол сөз менің жүрегімді тілгіледі. Көзімнен жас ағып тұрды, бірақ үнсіз қалдым. Сол түннен бастап менің жүрегімде бір нәрсе сөнді. Бұрынғы нәзік, сенгіш қыздан тек шаршаған әйел ғана қалды. Айлар өтіп жатты. Құрсағымда бейкүнә жан.
Ол мені өмірге қайта байлап тұрған жалғыз себеп еді. Күйеуім күннен күнге суып бара жатты. Үнсіздік екеуміздің арамыздағы жалғыз тілге айналды. Кей түндері жылап отырып ішімді сипаймын. Сен аман болшы, мен сені жақсы көремін деймін. Сол сәттерде іштімдегі балам ғана мені түсінетіндей. Анам жиі келетін, қайта-қайта, бәрі өтеді балам, тек мына тіршілік үшін, сәбидің болашағы үшін шыда дейтін. Бірақ мен кейде өзімнен де өмірден де шаршайтынмын. Күйеуім болса барған сайын бейтаныс адамға айналды. Бір күні телефонмен бір қызға хат жазып отырғанын байқап қалдым. Сен менің өмірімсің деп жазыпты. Қолымнан телефонды тастай салдым. Көзіме жас емес қан аққандай күй кештім. Сол түні ол үйге келмеді. Қатты айқайлап ұрыс шығарайын дедім, бірақ күшім жетпеді. Ішімде бала, мен оны қорғауым керек еді. Кеудемдегі барлық ашу-ызаны балама деген мейірім жұтты. Ай толғанда босандым. Ұлым дүниеге келген сәт өмірімнің ең ауыр әрі ең қасиетті сәті болды. Қолыма алғаш алғанда мені көзіммен іздегендей болды. Сол сәтте сен менің жаңа өмірімсің, мен енді ешқашан әлсіз болмаймын деп өзіме серт бердім. Күйеуім ауруханаға келмеді. Келесі күні ғана хабарласып салқын үнмен: "Құтты болсын, екеуің де амансыңдар ма?" деді. Сол кезде оның мен үшін өлгенін түсіндім. Уақыт өте бәрі өз орнына түскендей болды, бірақ менің ішімдегі өшпес дақ қалды. Күйеуім үйге сирек келетін, кейде апталап жоғалатын. Бір күні анам шыдай алмай: "Қызым, сен өміріңді бұзба, балаңды өсір, бірақ өзіңді ұмытпа" деді. Сол түнде ұзақ ойландым. Мен неге осы күйге түстім? Махаббат па, әлде өзімді жоғалтқан аңғалдығым ба? Бірақ таң ата ұлымды құшағыма алғанда бәрін ұмытылды. Ол менің жалғыз бақытым еді. Сол сәтте мен аналық күрестің жаңа парағын аштым. Өмірім енді мені әлсіз қыз емес, қайсар ана қылып үйретпек еді. Балам өмірге келген соң менің өмірім мүлде өзгерді. Түндерім ұйқысыз, күндерім уайыммен өтті. Күйеуім сирек келетін, келсе де үнсіз отырады, балаға бір қарамайды. Кейде өз үйімде өзімнің қонақтай сезінетінмін. Анам күн сайын телефон соғатын: "Балам, бәрі жақсы ма?" "Жақсы, мама" деймін. Бірақ ішімде бір бос кеңістік, бір тастай салқын сезім бар. Бір күні ол мүлде кетіп қалды. Не хабары, не сәлемі жоқ. Кейін білдім, басқа әйелмен тұрып жатыр екен. Сол сәтте бәрі менің мойныма артылғандай болды. Өмір, бала, ауыр жауапкершілік. Алғашқы айларда не істерімді білмедім. Анам мен әкем көмектесіп тұрды. Бірақ мен өз аяғыммен тұруым керек еді. Ұлым үшін, өзім үшін. Солай бір кафеге даяршы болып кірдім. Бастапқыда ұялатынмын: "Осы менің өмірім бе?" деп өзімді жиі сұрайтынмын. Бірақ әр кеш сайын ұлымның күлкісін естігенде бар еңбегімнің зая кетпегенін түсінетінмін. Уақыт өте мен күшейдім. Көзімдегі жас құрғады, жүрегімдегі қорқыныш жоғалды. Адам бәріне үйренеді екен, тіпті жалғыздыққа да. Кейде жұмыстан шаршап үйге келем, ұлымды құшақтап отырып: "Біз екеуміз бәрін жеңеміз, ботам" деймін. Ол күледі. Сол күлкі маған өмірдің мәнін ұқтырады. Бір күні кафеге бір кісі келді. Тұрақты клиент, жылы жүзді, сыпайы. Күн сайын келіп менімен аздап сөйлесіп жүрді. Алғашында көңіл бөлмей жүрдім, бірақ ол басқа еді. Бір қарағанда ақ көзінен түсіністік сезілетін. Мен қайтадан күле бастадым, бірақ ішімде қорқыныш та бар. Қайта алданып қаламын ба? Өмір мені көп сынады, бірақ сол сынақтар мені өзіме қайта оралтты. Бұрынғы қырсық бала мінезімнің орнына сабыр келді. Енді мен әйелмін, ана екенімді ұмытпайтын, жүрегі жаралы бірақ әлі де сүйе алатын әйел. Ол кісімен танысқан күнім әлі есімде. Қолында бір бума қағазы бар, үсті-басы таза, иіссуы да жұмсақ. Кафеде шай ішіп отырмаған жылы жымиып қарады. Бірақ ол көзқараста еркек пен әйел арасындағы ниет емес түсіністік бар еді. Бірнеше күннен кейін тағы келді. Тағы да сол орын, тағы да сол тыныш дауыспен: "Қалыңыз қалай?" деді. Мен де еріксіз күліп жібердім. Көптен бері біреу маған осылай жылы сөйлеген жоқ еді. Күндер өтті. Ол келетін уақытты күтетінді шығардым. Басында өзімнен ұялдым. "Айгүл, есіңде болсын, сен күйген, сақ бол", бірақ жүрекке бұйрық жүрмейді екен. Ол мені бір күні жұмыстан кейін шығарып салды. Көше шамдары жанып тұрған, күздің салқын желі бетімді қарып өтеді. "Сен мықты әйелсің", деді ол кенет. "Жоқ, мен жай ғана шаршаған әйелмін", дедім мен.
Ол үндемеді, бірақ мен оның көзінен аяушылық емес құрмет көрдім. Сол сәтте бір жылылық жүрегіме кірді, бірақ сол жылулықтың артында қорқыныш тұрды. Қайтадан біреуге сену қорқынышы. Кейін білдім, ол да оңай өмір сүрмеген екен. Жары ерте қайтыпты, 2 баласын жалғыз өсіріпті. Сол ұқсастық екеумізді жақындатты. Күн сайын хабарласып, кейде бірге тамақ ішіп жүрдік. Бірақ ол ешқашан артық қимыл жасамады. Маған бірінші рет ер адамның жылы сөзі мен сабырлы көзқарасы жеткілікті болды. Бір күні үйге келіп баламды көріп, мына бала сенің көшірмең екен деді. Ұлым күліп оның тізесіне шығып алды. Ол баламның басынан сипап, сол сәтте мен үшін бүкіл әлем тоқтап қалғандай болды. Міне сол кезден бастап мен алғаш рет бақыт деген не екенін түсіндім. Бақыт байлықта, адам әдемі үйде немесе еркектің уәдесінде емес, жаныңды түсінетін адам мен жылы сөздер екен. Бірақ өмір әрқашан тыныш бола бермейді. Бір күні оның қайын жұрты қарсы болды. Өз теңін тапсын, балалы әйелмен нең бар? Сол сөз менің жүрегіме де қадалды. Ол болса менің қолымды ұстап, бәрі де орнына келеді. Тек сен маған сен, деді. Бірақ мен қайтадан сол баяғы қорқынышқа оралдым. Тағы да тастап кетсеші деген ой маза бермеді. Сол түні ұлым ұйықтап жатқанда мен оның бетінен сүйіп тұрып, көзімнен жас ақты. Өзіме өзім сыбырладым. Айгүл, сен енді бұрынғыдай емессің, сен мықтысың, бірақ жүрегің әлі тірі. Ол ер адам менің өміріме тыныш қадаммен кірді. Айқайсыз, уәделерсіз, бірақ сеніммен. Бір күні ол мені жұмыс соңында үйіме дейін шығарып салды. Жол бойы үндемей келдік. Тек көше шамдарының жарығы екеуміздің жүзімізге түсіп тұрды. Үйдің алдына жеткенде ол, мен саған көп айтқым келеді, бірақ қорқам деді. Неден? Сені жоғалтудан. Сол сәтте жүрегім дүрсілдеп кетті. Бір сәтке бәрін өткен қорлықты, ауыр түндерді, жалғыздықты ұмытып кеттім. Ол менің бетіме қарады. Көзінде тыныштық бар еді. Бірақ сол тыныштықтың ішінде жылулықты, еркектің мейірімін сезіндім. Қолым дірілдеп не істерімді білмедім. Сол кезде ол жай ғана менің саусақтарымды ұстап, қорықпа, мен саған ештеңе істемеймін, тек жаныңда болғым келеді, деді. Мен сол сөзден кейін алғаш рет біреудің жанында өзімді қауіпсіз сезіндім. Сол түні ұйықтай алмай шықтым. Жүрегімде бұрынғы қорқыныш пен жаңа үміт арпалысып жатты. Қайтадан сене аламын ба? Деп өзіме сұрақ қойдым. Күндер өте екеуміз жиі кездесетін болды. Ол менің ұлыма ойыншық әкеледі, тамақ әкеледі, ешқашан міндет артпайды. Сол кішкентай істер мені қайтадан өмірге оралтты. Бір күні менің туған күнім еді. Ол жұмыс соңында келіп үстелге кішкентай торт қойды. Торттың үстінде бір ғана жазу бар екен: сен бақытты болуға лайықсың. Сол сәтте көзімнен жас ақты. Мен ондай әйел емеспін. Менің өткенім лас, дедім жылап. Ол маған жақындап жай ғана маңдайымнан сүйді. Өткенің сен бұзған жоқ, сен мықты етті. Сол түн менің екінші рет өмірге келген түнім болды. Екеуміз ұзақ сөйлестік. Ішімдегі жылдар бойы тығылған мұңды ақтардым. Ол тыңдады, үнсіз бірақ түсініп тыңдады. Таңға жуық ол менің қолымды ұстады. Құшағы кең еді, қатты емес, жай ғана жылылық сыйлайтындай. Менің жүрегім баяғыдан бері сезбеген тыныштыққа бөленді. Ол мені сүйді, бірақ бұл құмарлық емес, жанның бірігуі еді. Сол сәтте мен түсіндім, махаббат әрдайым айқаймен, ыстық сезіммен келмейді. Кейде ол жай ғана тыныштық, түнде бір жылы құшақта келеді екен. Таңертең ол кетерде, мен ешқайда кетпеймін, Айгүл, тек сен рұқсат етсең болды, деді. Мен күлімдеп басымды изедім. Өйткені көп жылдардан кейін алғаш рет жүрегім тыныш еді. Күндер баяу өтіп жатты. Ол адам уәдесінде тұрды. Әр күнімде, әр қиын сәтімде жанымнан табылды. Балам оны жақсы көріп кетті. Тіпті аға демей, кейде папа деп қоятын. Мен үнсіз қалам. Түзетпеймін. Өйткені ішімнен дәл солай болғанын қалаймын. Бірақ қоғам менің бақытымды тыныш қалдырмады. Көрші қолаң, ағайын туыс, баласы бар әйелге үйленбек пе ол деген әңгіме тарады. Мен үнсіз болдым, бірақ әр сөз менің жүрегіме ине сияқты қадалды. Бір күні ол да шаршады. Айгүл, мен сені сүйем, бірақ өмір бойы тек жасырынып жүре алмаймын, деді. Мен оның көзіне қарадым. Мен де сені сүйем, бірақ
ұлымның болашағы үшін ешкімнің мазағына айналғым келмейді. Сол түні екеуміз ұзақ отырдық. Сөз аз, үн көп. Екеуміз де сезіп тұрдық, бұл қоштасу еді. Таңертең ұлым оянғанда ол кетіп қалған екен. Тек үстел үстінде бір хат қалдырған. Сен менің өмірімнің ең тыныш, ең шынайы бөлігі болдың. Бірақ тағдыр бізге түгел бақытты жазбаған сияқты. Балаңды аман сақта, өзіңді жоғалтпа. Мен әрқашан қасыңдамын, жүректе. Сол хатты қайта-қайта оқып көз жасыммен суландырып алдым. Бірақ жылаудан шаршадым. Бір сәтте өзімді әжем айтқандай сезіндім. Қызым, өмірдің ауыртпалығын еңсере аласың. Сен нағыз әйелсің. Балам енді мектепке барады. Мен асханаға жұмысқа тұрдым. Таңнан кешке дейін еңбек етем. Үйге келгенде балам күлсе, сол күлкі мен үшін әлемнің жарығы сияқты. Кейде түнде жалғыз қалғанда терезеге қарап ойға батам. Егер атам мен әжем тірі болса, мені түсінер ме еді? Егер анам мені әкемді аға жеңге деп атамай уақытында бауырыма тартқанда, бәрі басқаша болар ма еді? Бірақ өткенге өкініш жүректі қайтара алмайды. Мен тек ұлым үшін өмір сүруді таңдадым. Өйткені мен енді тек әйел емеспін, анамын. Сол сәтте өзіме үнсіз серт бердім. Менің балам мен сияқты өмірден таяқ жемейді. Ол махаббатты қорлық деп емес, қамқорлық деп түсінеді. Сондай өмір сыйлаймын оған. Түн тыныш, терезеден ай сәулесі түсіп тұр. Мен ұлымның жанына барып шашын иіскедім. Сол сәтте жүрегімнен бір ғана сөз шықты. Ата, әже, мен енді жалғыз емеспін. Менің жалғыздығым балам.